Құрметті ата-аналар, сіздер мен біздер бала шағамызға, оның тәрбиесіне, оның болашағы үшін алаңдауымыз керек. Өйткені сіз бенен біз ертең Алланың алдына барған кезде сол үшін жауап береміз біз. Жауап бересің кәдімгі балаң үшін, ұлың үшін, қызың үшін, әрбір басқан қадамы үшін, оның істеген ісі үшін, жақсы ісі үшін және жаман істері үшін барлығы үшін жауап береміз ертең. Яғни біздің қоғамда қазір өте жаман жаңағы интернет деген нәрсе бар, әлеуметтік желі бар. Ашық айтатын болсақ, Instagram, TikTok, YouTube, қай-қайсы болса да, бәрінде телефон бар. Бәрінде телефон бар ғой, дұрыс па? Әрбір баланың әке-шешелері ұлдарына да, қыздарына да бәрібір бір телефон алып беріп қойған. Сол телефонмен ол қалаған нәрсесін көреді. Ашық айтқан кезде ұятсыз киноларды, ұятсыз жаңағы клиптарды, ұятсыз суреттерді, ашық шындықты айтатын болсақ, порно көреді. Алла сақтасын. Көреді, біледі. Көрсеткішке қарайтын болсақ, ұлдарға қарағанда қыздар көп көреді екен да. Субханалла, қараңызшы, астағфирулла. Бұрынғы уағызымда айтқан едім. Мен 5-ші сынып оқып жүрген кезімде 6-ші сыныптың қызының аяғы ауыр болып мектепте кәдімгідей бүкіл мұғалім, бүкіл мектеп шулаған еді. Соны 6-ші сыныптың қызы, ол кезде бізде интернет жоқтың кезі ғой. Интернет деген нәрсе жоқ еді ол кезде. Қазір ғой, қазір бәленің бәрі бар. Демек, сол интернеттің жоқ кезінде ол аяғы ауыр болып сол кезде ол білетін болса, ол 6-ші сыныптың қызы. Қазіргі мектеп жасындағы біршқан кезде 9 жастағы, 10 жастағы қыздар, 9 жастағы, 10 жастағы ұл балалар, олар бәленің бәрін біледі. Жігіт пен қыздың арасында қарым-қатынастың қалайдан қалай болатындығын барлығын біледі. Өйткені қараңыздар, мына боғауыз сөздер бар ғой, жаңағы боқтық сөздер, жаңағы жаман балағаттаған сөздер. Білесіздер ғой, не деп жамандап боқтайтындығы, жаңағы әкесінен боқтайды, шешесінен боқтайды, шешесінің бір жері де боқтайды, әкесінің бір жері де боқтайды, астағфирулла. Алла сақтасын, өзі бір сау, дені дұрыс, жаңағы дұрыс сөз сөйлейтін адамдардың саны бар ғой еді, бірақ адамдардың көпшілігі жаман сөз сөйлейді. Ғайбат, өсек, жала, неше түрлі. Соны үйдегі, мысалы, ата-ана бір-бірімен ұрысқан кезде, айғайласқан кезде айтады, әкесінен боқтайды, шешесінен боқтайды, ой, әкеңнің бірдеңе де боқтайды, астағфирулла. Шешеңнің бір жерде боқтайды, дұрыс па? Әкесінен, анасынан боқтайды. Жаман сөз айтады. Үйдегі өсіп келе жатқан ұлдар мен қыздар соны естиді. Естиді кәдімгідей. Сөйтеді де естіген нәрсесін айтады. Жалпы біз екі нәрсемен ақпарат аламыз ғой. Естіген нәрсемізді айтамыз, көрген нәрсемізді істейміз, дұрыс па? Алла субханаһу ва тағала Құранда сендерді аналарының құрсағынан ештеңе білмейтін халде шығардық дейді. Сендерді аналарының іштерінен ештеңені білмейтін халде шығардық дейді. Өздеріңіз ойлаңыздар, құрметті ата-аналар, құрметті әкелер мен аналар. Сіздер алғаш жаңағы әке болған кезде, ана болған кезде кішкентай сәбилеріңіз, кішкентай ұлдарыңыз бен қыздарыңыз ештеңе білмейтін еді. Ол тамақ іше алмайды, ол дәртке отыра алмайды, ол өзінің киімін кие алмайды, ол сөйлей алмайды, білесіз. Яғни ештеңе білмейтін еді. Бірақ уақыт өте келе оның тілі шығып сөйлей бастаған кезде, тілі шығып жаңағы әке деп, ана деп сөйлей бастайды. Одан бір істерді істей бастайды, алдында тұрған тамағын алып жей бастайды. Және бір уақытта не істейді? Жаман сөздер сөйлей бастайды да, олша. Әкесінің жаңағы үйдегі боқтаған жаман сөздерін естиді, немесе дос айналасындағы өсіп келе жатқан мектептегі жаңағы бірге ойнап жүрген, есік алдында ойнап жүрген көршінің баласы жаман сөз айтатын болса, соны естіген айтады. Жалпы біздің қоғамдағы, жалпы өмірдегі ересек адамдар жаңағы жаман, Алла сақтасын, айтатын болсақ, ұрлық жасайды, өтірік айтады, өсек айтады, жаман сөз айтады, зина жасайды, жыныстық қарым-қатынас жасайды, ойнастық жасайды, жаман нәрселер өте көп қой, айта берсек. Солардың барлығы қазіргі ересек адамдар. Олардың барлығы әуелгіде, ең алғашқыда олар сәби болған, дұрыс па? Яғни барлығымыз кішкентай болдық, барлығымыз бала болдық. Яғни уақыт өте келе біздің ортамыз, достарымыз, немесе отбасымыз, немесе айналамыз дұрыс емес болды. Соған қарай ілесіп, жаман нәрселерді көзбен көру арқылы және оны есту арқылы үйрендік та. Бойымызға жаман нәрселерді жинап аламыз. Сондықтан сіз бен біз Алла Тағаланың берген құлағын, Алла Тағаланың берген көзін, Алла Тағаланың берген денесін, қолын, аяғын жақсы нәрселерге қолдануымыз керек, жақсы істерге пайдалануымыз керек. Адамның денесінде сауап жинайтын жерлері бар, және күнә жинайтын жерлері бар. Сауап жинайтын жерлері, білесіздер, көзбен Құран оқисың, білім аласың, жақсы нәрсе көресің, немесе Құдайдан қорқып жылайсың көзбен, дұрыс па?
қолмен садақа бересің, әке шешеңе, адамдарға жақсылық жасайсың, көмектесесің, еңбек етесің дегендей адал маңдай теріңмен ризық табасың, яғни жақсы нәрсеге қолданасың қолды. Құлақпен Құран тыңдайсың, уағыз тыңдайсың, білім аласың, жақсы нәрсе тыңдайсың, жақсы әуен тыңдайсың. Тура сол сияқты аяқпен жақсы мешітке жүріп барасың, адамдарға жақсылық жасау үшін жүріп барасың, жақсылыққа асығасың, жақсы жерлерге барасың. Бір айтқан кезде осы дене мүшелерімізді, ағзаларымызды жақсы жаққа пайдалануымыз керек, жақсы жаққа қолдануымыз керек еді. Бірақ біз аяқпен клубқа барамыз қоғамда. Зина жасауға барады, ойнастық жасауға барады, ұрлық жасауға барады, төбелесуге барады, адам өлтіруге барады. Көп қой, Алла сақтасын. Аяқпен жүріп барады жамандыққа. Мешітке бару керек болған аяқтар клубтарға барады. Алла сақтасын. Адамдарға жақсылық жасағанның орнына ұрлық істейді, біреуді ұрады, біреудің затын алады, зина жасайды, біреумен кекетіп мазақ қылады, ортаңғы саусағын шығарып көрсетеді мысалы. Субханалла. Неге Алланың берген қолын, аяғын, көзін, құлағын, дене мүшелерімізді неге жақсы жаққа пайдаланбасқа? Сол кішкентай кезімізде біз анадан туған кезімізде пәк таза еді қой, ештеңе білмейтін, тіпті тіліміз тәтті еді, денеміз әппақ таза еді, ойымызда жаман ой жоқ, және арам нәрсе жемеген едік. Бірақ анамыздың сүтімен ғана қоректенген едік қой, бірақ уақыт өте келе айналамызда, қоршаған ортада, тіпті кейбір кезде әке шешеміз мысалы, кейбір отбасыларда ата-анасы жаман сөз айтады, немесе ата-анасы үйде арақ ішеді, туыс-туғандары жаман, өсекшіл, сондай болады ғой. Сонда айналасы қандай болса, Абай атамыз айтқандай, адам отбасы әке шешесінен, немесе достарынан, немесе қоғамнан, ортасынан, осы үш ортадан білім алады дейді. Жақсы нәрсе жұқтырады, немесе жаман нәрсе жұқтырады дейді. Сондықтан сізбенен біз жамандықтан жақсылыққа қарай өзгергіміз келсе, қараңғылықтан нұрға қарай шыққымыз келетін болса, онда біз ортамызды барынша өзгертуге тырысуымыз керек. Біз ортамызды өзгертпесек, орта бізді өзгертіп жібереді. Сондықтан құрметті ата-аналар, сізбенен біз бала шағамыздың, ұлдарымыздың, қыздарымыздың болашағы үшін алаңдауымыз керек. Олардың ортасы қандай? Мысалы, Арман Қуанышбаев деген ұстазымыз бар, білесіздер, ол кісінің кезінде бір айтқан сөзі бар еді. Көптеген ата-аналар не дейді? Мен баламды, ұлымды, қызымды бағып жатырмын деп айтады екен. Мен баламды бағып жатырмын деп айтады екен. Бұлай қарасаң, расымен де көптеген ата-аналар балаларын бағып жатыр. Оларға тәрбие беріп жатқан жоқ, балаларын бағып жатыр, тек қана болды. Яғни жейтін тамағымен, жататын жерін, киетін киімін ғана қамтамасыз етіп жатыр, болды. Бірақ балаға дұрыс тәрбие беріп жатқан жоқ. Ұлттық тәрбие, дәстүрлі тәрбие, және діни тәрбие деген сияқты жақсы білім беріп жатқан жоқ. Оған дұрыс кисе екен, жұрттан қалма, іш, же, ки, қыдыр, ойна, күл деген сияқты баласына, ұлына, қызына дұрыс тәрбие беріп жатқан жоқ. Тек қана оның киіміне, қолына iPhone алып беріп қойған, қолына телефон алып беріп қойған, оған неше түрлі ойнайтын нәрселер, киетін киімдер, жейтін тамақтар алып береді, бірақ оған дұрыс тәрбие бермейді. Оның ертең өлгеннен кейінгі ақырет, Алланың алдына барған кездегі есеп береді. Мысалы, әрбір адам баласы ертең Алланың алдына барған кезде есеп береді ау деп, оның болашағы үшін, келешегі үшін, оның ертеңі үшін алаңдап жатқан жоқ та. Көптеген ата-аналар таң қаласың, қызының қысқа көйлек кигеніне, ашық шашық омырауы, бөксесі көрініп, жалаңаш жүргеніне уайымдамайды ғой, тіпті қуанады, мақтан көреді. Менің қызым жігіттердің арманы деп. Алла сақтасын. Алла сақтасын, Алла баршамыз кешірсін. Алла астағфирулла. Не деген сұмдық, Алла, не деген сұмдық, не болып кеттік? Қыздарымызға неге ие болмаймыз? Қыздарымыз ашық шашық жүретін болса, соған мақтанады, қуанады. Сондай әкелер бар, және сондай аналар бар, астағфирулла. Не болып кетті? Сондай жігіттер бар, сондай әкелер бар, өзінің қарындасын, әпкесін, әйелін жұрттың көзінде тойға апарады, немесе көпшілік ортаға апарады, қысқа киіндіріп қояды, тыртыстырып киімін, немесе ашық шашық киіндіріп қояды, жұртқа көрсетіп жүреді. Алла сақтасын. Бұл не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты. Дәйіс еркек ол жәннатқа кірмейді, сондай-ақ ол жәннаттың иісінде иіскей алмайды деген екен. Ол жәннаттың иісі болады екен. Жәннаттың иісі ол 100 мың жылдық жерден иісі шығып тұрады екен. Сол 100 мың жылдық жер, шақырымдық жаңағы жерден иісінің өзін иіскей алмайды екен. Ол дәйіс деген кім деген кезде әйелін, қарындасын, әпкесін, шешесін қызғанбайтын еркек деді. Біздің қоғамда қарындасын,
біздің қоғамда әпкесін, біздің қоғамда әйелін қызғанбайтын, бөтен еркектерден қызғанбайтын еркектер өте көп, Алла сақтасын. Демек, пайғамбарымыздың хадисіне сүйенсек, олар жәннатқа кіре алмайды да, Алла сақтасын. Жәннатқа кіре алмайды. Сондықтан Алла Тағала сіз бен бізге шынайы тақуалық нәсіп етсін. Қара көз қыздарымызға хидаят берсін, тура жол нәсіп етсін. Өзінің тәнін, өзінің денесін қызғануды, Алладан қорқуды нәсіп етсін иншалла. Сондықтан Алла Тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын, бақытын нәсіп етсін, күнәларымызды кешірсін, тозақ отынан сақтасын.